Құрманғали Айдар, сонау жалпы орта білім беретін мектебінің 8-ші сынып оқушысымын. Табиғат біздің ортақ үйіміз. Табиғатты қорғасақ, өз болашағымызды қорғаймыз. Әрбір гүл сұлулық. Табиғат үнсіз сөйлейтін ғажайып мұғалім. Табиғатты қорғау ол бір күндік іс емес, бұл өмір салты. Табиғатқа мейірім көрсетейік, себебі біз сол табиғаттың бір бөлшегіміз. Бүгін біз отбасы мүшелерімізбен жауапты істі атқардық. Оның жемісі болашақ ұрпаққа азық болады. Біз отырғызған ағаштың түрі бұталы сәнді өсімдік. Ол үйіміздің алдына көрік беріп қана қоймай, өзінің ерекше пішінімен көзге түсетін болады. Атадан мал қалғанша тал қалсын атты халық ұстанымы отбасымыздағы негізгі қағидалардың бірі. Себебі біз табиғатты бірге қорғасақ, отбасылық бірлігімізді көрсетеміз. Ағаштың тамырына құйылған әр тамшыдан мейірімді сезімімізді білдіреміз. Ол отбасыға және табиғатқа деген махаббаттың ұштасуы. Әр отырғызылған ағаш бір үміт, жасыл өмірге жасалған қадам. Баланың қолындағы су мейірім, ағаштың тамырына емес, жүрегімізге сіңеді. Біз табиғатқа қамқор болсақ, табиғатта бізге қамқор болады. Бүгінгі егініміз, ертеңгі тынысымыз. Бірлікпен егілген ағаш мәңгілік мұра. Бұл ағаш ертеңгі ұрпаққа аманат. Ол өседі, жайқалады, біз туралы сыр шертеді. Табиғатты аялау, өз жүрегімізді тәрбиелеу. Жерге жақсылық жасау, болашақ ұрпаққа жақсылық жасағанмен тең. Баршаңызды отбасылық саяжай дәстүрін ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды дәстүрге айналдыруға шақырамын. Темірбековтер отбасы. Назарларыңызға рахмет.